Азанда конторға келіп қол қоямыз. Қол қойып болғаннан кейін жаңағы инструменттерімізді сабаламыз телешкеге. Сөйтіп Палентаға жұмысқа шығамыз. 3-4 баламенен жаңағы бар инструментті алып жұмысқа кетеміз. 24-ке барамыз, 26 километр бар, 25 километр бар, 27 километр бар, солар бар жұмыс істеп келеміз. Жазда ерте шығамыз, күн ыстық 6-да шығамыз, қыста 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейміз. Мен темір жолда қанша айтқанмен күн ыстық болады. Рельстің ыстығы бар, тастың ыстығы бар. Бұяқта бір 40 болса, ояқта бір 45-50 болатын шығар енді. Жолаушылардың қауіпсіздігі бізге өте маңызды. Біз өзіміздің жұмысымызды жауапкершілікпен қараймыз. Пойыз жол бар да, пойыз жолдың екі жағында да ауыл бар. Бұяқа балдар мектепке оқуға өтеді. Сол үшін егер станцияның алдына пойыз тоқтап тұрса, пойыздың астынан өтуге тура келеді оқушылардың. Үлкен адамдар да өтеді. Енді ауылдың адамдары сол қызды басқан кезде мына беттің адамдары келіп айтты енді. Айтты да, мен бірақ оның ішінде жоқпын, мен жұмыста жүргенім. Айтты енді, менің көпір сап беріңдер, мына жерден адамдар өтеді, оқушылар өтеді, үлкен адамдар өтеді деп айтты енді. Адамдар айтты да. Пойызбен сапарға жиі шықпаймын, бір Алматыға барамын. Басқа шықпаймыз жаққа. Автобуспен барам. Жақын жер болса таксимен барам. Ешқандай ол ұзақ жаққа жүрмеген пойызбен. Пенсияға шықсам, одан кейін баратын шығармын, Құдай нәсіп қылса. Мен арманым әйтеуір осы аман есен пенсияға шықсам деймін, осы жұмыстан Құда қаласа. Неше жыл істедім ғой, енді Құда қаласа пенсияға шықсам, сол арманым.